Қайырлы күн, құрметті достар, баршаларыңызға бүгінгі күндеріңіз өздеріңізге тек жақсылығымен келсін деген ниетпен өздеріңізге арнап осы бір видео жолдау сіздерге арнап отырмын. Өзімді тағы да бір рет таныстырып кетейін. Қазақтың қарапайым азаматы, қазіргі таңда жаңағы сүйікті жар, көп балалы ана, әлі ене болып үлгерген жоқпын, әлі әже болып үлгерген жоқпын. Құдай қалса Алла тағалам мені сол күндерге жеткізе берсін деген ниетпен, сондай күндерге барған кезде мен өзімді қаржылық тәуелсіз сезінейінші, қаржылық тәуелсіз болайыншы, қазірден бастап болашағыма дұрыс стратегия қояйыншы деген ниетпен осы керемет өздеріңізге арналған видеоны түсіруді жалғастырып жатырмын. Дәл қазір мен жұмыста отырмын. 10 май 2025 жыл жұмыста отырып, жан-жағымда қазір ешкім жоқ кезде өзімнің ішкі ойымды өздеріңізге арнап жеткізіп алайын деген ниетпен осы видеоны түсіріп отырмын. Яғни қазіргі таңда мен өзімнің жұмыс орнымда отырып қосымша табыс көздерін таптым. Яғни осы жұмысқа кірмей тұрып, менде криптосала, цифрлы бағыт, блокчейн технология, ол деген не, биржа деген не, цифрлы кошелектер деген не, соның барлығын меңгеріп, жаңағы менің алған монеталарымды жинақтап, соны үйреніп, қосымша тағы да қандай монета жинауға болады деген сияқты мәліметтерді жан-жақтан іздеп, YouTube арқылы, мысалы мына осы видеоны YouTubeға жүктейін деп отырмын. YouTube арқылы осы криптосалада табыс тапқан неше түрлі блогер дейсіз ба, эксперт дейсіз ба, мамандарды тыңдап, қазіргі таңда өзіме керегін сызып алып, мынаны алсам болады екен, мынау маған болашағыма керек екен деген сияқты бағыттарды біртіндеп жинақтап жатырмын. Яғни меңгеріп жатырмын. Өзіме керегін сызып алдым. Сөйтіп жүріп, не дейсің, ютубтан бір видео табам ғой, жаңағы ана видеода айтады, сен өзіңе не ұнайды, соны меңгер, плюс сол өзіңнің жасап жатырған идеяңнан идеология шығар дейді. Яғни өзіңе ұнайтын заттарды өзің сияқты ұнайтын адамдарға жарнама жаса дейді. Қазіргі таңда мен сіздерге өзіме ұнайтын заттарды айтып жатырмын. Егер сіз де мен сияқты сол заттарды ұнатсаңыздар, онда менің командама қосылыңыздар. Жоқ, маған ол ұнамайды, ол мен үшін қадро мен пирамида десеңіздер, әрине пропустить деген кнопканы басып өтіп кете бересіздер. Себебі менің мақсатым сіздерге сіздердің ойларыңызға ой салу, қолымнан келгенше сіздердің жаңағы болашаққа деген көзқарастарыңызға өзімнің үлесімді қосу. Мысалы айтады ғой, өткен өміріңнен үлкен сабақ ал да, сол қателік жасасаң, қателік жасаудан қорықпа дейді. Әр қателіктен сен өзіңе керекті тәжірибеңді ала отырып, болашағыңа дұрыс стратегия құрып, өзіңнің әрбір уақытыңды 24/7 бәрімізге бірдей беріледі ғой, бірақ біреулерге сол тиімді пайдаланады, біреулер тиімсіз пайдаланады. Мысалы қазіргі таңда мен өзім де өз-өзіме жұмыс жасап, өзімнің уақытымды, өзімнің алтын уақытымды деп айтайыншы, біздің уақытымыздың барлығы алтын, даже бриллиант, теңдесі жоқ. Бізге ол уақыттар қайта беріле бермейді. Бізге бір-ақ рет беріледі өмір. Сондықтан бір-ақ рет берілген өмірде сапалы өмірге қарай әрекет жасап, қазіргі таңда өзіме осындай керемет стратегия қойып отырмын. Оның бастысы, мен жоғарыда өздеріңізге айтып кеттім ғой, криптосала, жаңағы биржаның тілін, цифрлы кошелектер, монеталарды алу деген сияқты. Онымен жұмыс жасап, мен өзім түсіндім, бұл саланы екінің бірі түсіне бермейді екен. Түсінетіндер өте аз. Бұл саланы әлем бойынша екінің бірі түсінбейді. Біздің Қазақстанда айтпағанда. Сондықтан соның бәрін саралап келіп, қазіргі таңда өзімнің қалай бизнес әлеміне жаңа келгісі келетін адамдарға жол көрсететін бағыттарымды өздеріңізге түсіндіретін боламын. Бірінші бағытым әрине қазіргі таңда өзімнің қажеттіліктерім, яғни күнделікті өзім пайдаланып жүрген тіс пастасы, тіс щеткасы, шампунь, гель для душа, сүлгі, тапочки, яғни күнделікті қажеттіліктерім бар ғой, мен күнде адам ретінде пайдаланып жүрген барлық заттарымды химикаттан экологиялық заттарға ауыстырдым. Яғни біріншіден өзімді, ағзамды
химикаттан құтқардым. Себебі біздің жан жағымыздағы барлық пайдаланып жүрген заттарымыздың құрамында химикат бар. Оны біз барып жүгіріп барып магазиннен аламыз. Оның құрамын ақтарып қарамаймыз. Оның қаншалықты ағзамызға зиян екенін білмейміз. Себебі біз автоматты түрде біздің санамыз соны күнделікті керек нәрсе екенін қабылдайды да, біз оны барып алып кете береміз. Қазіргі таңда жаңағы мен өзім осы платформаға, осы корпорацияға келер алдында мен де оны ойлаған жоқпын. Химикатта жүр екенмін-ау, мен өз-өзімді улап жатыр екенмін-ау деп мүлде ойлаған жоқпын. Бірақ дей тұрған мен осы корпорацияға келіп тіркелгеннен кейін, әр өнімдерін пайдаланғаннан кейін, әр өніміне деген күн санап менің махаббатым ашыла берді. Мысалы, корпорация қазіргі таңда Қытайда 26 жыл нарықта, әлемдік нарыққа дамып кеткен корпорация ғой. Мысалы, ойлаймын да, 26 жыл бойы егер оның өнімдері сапасыз болса, олай дамымайды. Плюс өнімін пайдаланғаннан кейін, қазіргі таңда өзімнің денсаулығымды отырғызып, денсаулығымды қазіргі таңда осы корпорацияның өнімдерімен, бұл жердегі өнімдердің барлығы жаңағы биоактивные добавки деп айтамыз, ішкен тамағымызға қосымша баттар, оның барлығы біздің ағзамызға керекті витаминдерді, тамақ арқылы жетпеген витаминдерді біз жаңағы осы баттарды ішу арқылы жеткізетінімізді түсінгеннен кейін, өзімнің ағзама өзім жауапкершілік алғаннан кейін, осы баттарды іше отырып, өзімнің энергиямды жайлап қалпына келтіріп, ағзамды жайлап қалпына келтіріп жатырғанымды сезгеннен кейін, неге осындай мүмкіндікпен жан жағымдағы адамдарға бөліспеске деп, қазіргі таңда өз-өзімді қолға алып, өзімнің өздеріңізге айтып жатырған ақпаратымды жан-жақтан ізденіп, осы саланы қосымша маркетинг арқылы дамытуды қолға алған жайым бар. Яғни қолымнан келгенше өзім сияқты ағзасын отырғызып 24/7 жұмыс жасап жүрген жандарға, қазір сіз деніңіз сау, жаныңыз аман кезінде тоқтамай қара жұмыс жасап жүрсіз. Біздің жасап жүрген жұмысымыздың бәрі қара жұмыс. Негізі қара жұмыс жасап жүрсіз. Өзіңізді қашан ойлайсыз? Қазірден бастап бір сәт тоқтап, өз-өзіңізбен жұмыс жасап, яғни санадағы барлық мусорды шығарып тастап, ойланыңызшы, өзіңізді химикатпен улап жүрген жоқсыз ба деп айтқым келеді да. Себебі біз шын мәнінде оны ойламаймыз да. Бізге келіп біреу түкілдетіп айтса, оның сөзін өз пайдасын ойлап жатырған сияқты түсінеміз. Себебі мен де сондай болғам да. Сондықтан мен сіздерге өзімнің ойымды осылай ашық айтып жатырмын. Қазіргі таңда осы Greenleaf-тің өнімдерін пайдаланып, ағзамды қалпына келтіргеннен кейін, айтып отырмын ғой, жан-жағымдағы мен сияқты жандарға осы өнімді жарнама жасауды жалғастырып жатырмын. Осы өнімді жасаған жарнамадан, маркетингтен күнделікті егер сіз әрекет жасап, жан-жағыңыздағы жандармен бөлісе берсеңіз, маркетинг өте керемет. Яғни сіздің сонша кеткен энергияңыз өзіңізге міндетті түрде жаңағы материалдық жағдайда қайтады деп айтайыншы. Яғни ақшалай корпорациядан маркетинг жоспары арқылы үлкен табысқа қол жеткізуге болады. Енді бұл видеодағы менің мақсатым сіздерге не? Осы өзіңіздің қажеттіліктеріңізден бизнес жасап, бизнестен түскен ақшаны цифрлы активке айландыру бағытын үйрететін боламын. Шарты осы Greenleaf платформасына келіп тіркелу. Қазіргі таңда тіркелім жүріп жатыр. 24 рассрочка бар, яғни бөліп төлеу арқылы сіз тіркеле аласыздар. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Бастысы өздеріңіздің кішкентай әрекеттеріңіз. Сол әрекеттеріңізді бастасаңыздар, өздеріңіздің зона комфорталарыңыздан дейміз ғой. Яғни күнделіктегі үйреніп қалған күйбең әрекетіңізден бір сәт ойланып, тезірек шықсаңыз, өзіңізге жақсы. Себебі сізге келетін капитал тезірек келетін болады. Давайте, продиктуйте мне, пожалуйста. Продиктуйте. Давайте, вспоминайте. Детский невропатолог қабылдайды. Невропатолог бізде сағат 9-дан 5-ке дейін қабылдайды. 5-ші кабинет. Сағат 1 мен 1:30. 9-дан 5-ке дейін. 5-ші кабинет. Сағат 1 мен 1:30 арасында түскі үзіліс.
осылай жұмыста отырып жаңа бизнесіңіз жүреді. Мен қазір микрофонды өшіріп тастадым да, иінін істеп жатыр. 0:13. Олжас Талғатұлы да. Что-то сіздіңкі что-то шықпай тұр ғой. Мен қазір көрейін, маған программа көрсетпей тұр бірақ. Сізде дамметте көрсетпей тұр, себебі бүгін нерабочий день деп қойған ғой. Яғни сіз алдыңғы жаңа 8-іне жазылған болсаңыз, сол 8 күнмен осы бүгінге қабылдайын деп тұр деймін. Сіз келе беріңіз. Мен сізді көрмей тұрмын, потому что менде дамметте көрсетпей тұр. Бірақ детский невропатолог қарайды бүгін. Уақыты жаңағы 9-дан 5-ке дейін. Сағат 1-мен жаңағы 1-мен 1:30-ға дейін обеденный перерыв, түскі үзіліс. Келе беріңіз енді. Болады, келе беріңіз. Адам жоқ қой бізде. Жоқ болғанда, ана ағылып отырған адам жоқ қой, айтайын деген. Келе беріңіз. Давайте, келе беріңіз. Осылай өздеріңіздің жасап жатырған жұмыстарыңызды, өздеріңіз, мысалы, қай жерде жұмыс жасап жатсыздар, жасай бересіз. Мысалы, шампуньді күнде пайдаланасыз ғой, енді жуынасыз ғой. Бүкіл сабындар, неше түрлі. Біздің корпорацияда дәл қазіргі таңда Қазақстан нарығында 400-ден асқан өнімдер бар. Негізі корпорацияның өзінің 5000 түрлі өнімдер бар да. Ары қарай 16000 түрлі өнімдерді болашақта нарыққа шығаратын болады. Сондықтан соның барлығы күнделікті өзіміздің қажеттілігімізден бизнес жасау, бұл өте керемет нәрсе. Сіз өзіңіз пайдалана бересіз. Бизнес бірден жасай алмасаңыз да, қазір 188 мыңға тіркеліп алсаңыз, өзіңізді химикаттан құтқарасыз, денсаулығыңызды қалпына келтіруді қолға аласыз. Өзіңіздің ағзаңызды химикатқа уламайсыз. Ары қарай өзіңіздің жаңағы санаңызды дамытып, қалай адамдармен жұмыс жасауды меңгеріп, оның барлығы бірден келе салмайды, бірден адамдар сіздің артыңыздан кіріп кете салмайды. Сондықтан солай өз-өзіңізбен жұмыс жасап, біртіндеп өзіңіздің табысыңызды, бұл жерге салған табысыңызды, мысалы, бір рет 188 салсаңыз, бұл жерге салған табысыңызды ертең маркетингтен ақша түсіп бастаса, мысалы, 2 адам өз адамыңыз кіргізсеңіз 62.400 түсіп отырады. Бір адам кіргізіп қасыңызға жоғары жақтан спонсордан адам түсетін болса, себебі әр адам астына 2 адамның арты түспейді, одан сізге 56.400 түсіп отырады. Ары қарай сізде мысалы өзіңізге жаңағы структураңыз дамып, яғни өзіңіздің сізден қарай тіркелген партнерлар күн санап өзінің адам кіргізіп бастаса, 12.400-ден түсіп отырады. Көрдіңіздер ме? 12.000-ден түсіп отырады, 400 емес. Яғни сіз құр қалмайсыз да, бір рет тіркеліп алсаңыз, бітті, өзіңізді химикаттан құтқарып, денсаулығыңызды реттеп, солай өзіңіздің күнделікті әрекетін жасап жүре бересіз, параллельно өзіңізді дамытып, жаңағы сіздің командаңыз өсіп, осылай маркетинг арқылы табыс түсіп бастайды. Одан түскен табысыңыз мына жақта қосымша, өзіңіздің жұмысыңызға қосымша, одан түскен табыстар қарай мен сіздерге цифрлы бағытта монетаны алу, сатуды көрсетемін, жинауды, жинақтауды. Қазіргі таңда цифрлы кошелектер да күн санап көбейіп жатыр, сіздің монетаңыздың санын көбейтіп береді. Көрдіңіздер ме? Осының барлығын өздеріңізге үйрететін боламын. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Менің видеом ұнаса өздеріңізге лүпіл басып, менің лүпіл койнымды көбейтіп тастаңыздар. Өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Қазіргі заман жаңа технологияның заманы. Қазіргі заман жасанды интеллектінің заманы. Қазіргі заман білімділердің, жаңағы саналылардың, байсалдылардың заманы. Яғни табыс бір күнде келе салмайды. Өздеріңізге стратегия қойып, менімен бірге жұмыс жасасаңыздар, үлкен табысқа кенелесіздер. Болашақта өзім жоспарлап жүрмін, өмірімді сақтандыру бағытында қосып алсам ба деп. Себебі жаман айтпай жақсы жоқ. Айтқан жерден аулақ, әрине, олай деп айтуға да болмайды. Дей тұрғанмен сақтандыруды қолға алу керек. Болашағыма мен вообще қамсыз қарттық деген стратегия қойып жұмыс жасап жатырмын да. Яғни қарттық жасына келгенімде, қарттық бойымда күш қуатым қалмаған кезде менің капиталым көп болу керек қой, капиталым, яғни байлық болу керек та адамдарша. Өзім де біреудің перзентімін ғой.
өзімнен артылған ақшаны зорға артылса берем әке шешеме, онда да артылса, егер жоқ болса ол да жоқ. Көрдіңіздер ме? Олардың басына түскен маған да түседі ғой. Ертең менің де бала шағам өзінің жанұясын асырап, өзінің жанұясымен жаңа әбіржейді ғой алла тағалам сондай күнге жеткізсін. Сонда оларға тәуелді болмай, мемлекеттің пенсиясы түскен күнде де құнсыз екенін өздеріңіз жақсы білесіздер, сіздердің қажеттілігіңізге жетпейтінін жақсы білесіздер. Сондықтан қазірден бастап өздеріңізге дұрыс стратегия қойып, менімен бірге қамсыз қарттық стратегиясын бірге пайдаланайық. Қосылыңыздар, бірге өзіміздің болашағымызға байлық жинайық. Барлық байлық адамның санасында. Бұл жерде осы санамызды дамытайық. Сонда біздің болашағымызға сол сана байлық алып келетін болады. Қосылыңыздар, толық ақпарат 8778 450 41 WhatsApp-на шығыңыздар, маған звондамаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Сонда ары қарай бірге жұмыс жасаймыз.